соны қосымша арқылы сатасың, соның бәрін ол үйретемін дейді. Шын мәнісінде өзі ол затты сатып жүрген адам емес. Бір жерден бір курстардан оқып алған, қалай жасау керек екенін теориясын барлығын біледі, теория түрде. Ал шын мәнісінде ондай айналысып жүрген жоқ. Қымбат киімдер, көліктер киіп жүрген қызықтыратын сондай видеолар түсіріп жарнамалайды өздері. Инвестициялық проект жобаға салып жатсыңдар ақшаңды, жалған ақпараттарына сеніп қалады. Ірі көлемде ақшалар салып жатады. Ақшаның мысалға айтса, миллион теңге салсаңдар, ай сайын 100 мың теңгесін беріп тұрамын. Шетелден үлкен көлемде тауар әкеліп, сонымен сатуды жолға қоямын дейтін шын мәнінде кәсіппен айналысып жатқан азаматтарға бүгінгідей осы алаяқтықтар кедергі келтіруі мүмкін. Халық өйткені ешкімге сенбей қалады. Жәбірленушілердің сеніміне кіріп кетеді, жәбірленушілер айтып жатады, қалай біздің сенімізге кіріп, біз кейбір ойлап жүрген нәрсемізді осылай жасауға болады деп түсіндірген кезде, біз қалай өзіміз алдап қалғанымызды түсінбей қалдық деп жатыр. Мен сатқан жоқпын, мен кінәсізмін деп айтады. Бірақ жаңағыдай ұялы телефон қараса, ұялы телефонда телеграмда шығып тұрады. Қадірлі ағайын, құрметті ханымдар мен мырзалар, заң үстемдігі бағдарламасына қош келдіңіздер. Студиямыздың қонағын таныстырып өтейін. Адресі Бағлан Құттықожаұлы, Астана қалалық қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының судьясы. Бағлан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, шақырғандарыңызға. Бағлан Құттықожаұлы бүгінгі күнінде алаяқтық туралы көпшілік жақсы білет, таныс мәселе деуге болады. Интернет алаяқтық, немесе бетпе-бет түрлі алаяқтықтың түрлерімен енді көрермендеріміз де халықта таныс болып, кейде ет үйренгендіктен мәселен өзін сақтандыру жолдарын біледі. Дегенмен де бүгінгі күні қоғамда инвестиция тарту арқылы алаяқтық, өте бір күрделі қаржылық мәселелерге қатысты алаяқтың түрі көбейіп бара жатыр. Халық бұл жағынан енді ақпараттың жеткіліксіздігінен бе, әлде болмаса кей кезде белгілі бір жеңіл түрде қаражатқа ие болып қалуды көздегендіктен бе, осындай бір үлкен бір қақпанға түсіп қалып жатады. Сол бүгінгі күні сіз енді қылмыстық істер қарау барысында алаяқтық бойынша қандай істер қараудасыз, жалпы халықты сақтандыру үшін қай бағытта қандай әрекеттер жасау керек туралы айтып берсеңіз. Қазіргі таңда алаяқтықтар, былай айтқанда, істер көп түсіп жатқан, сотқа қаралып жатқан істер. Халықтың былай айтқанда қазіргі кезде бізде мына дамып кетті, сол интернет арқылы жасау, Инстаграм арқылы, Телеграм, Фейсбук желілері арқылы өздерінің парақшаларын ашып, өздерінің жаңа бір кәсіппен айналысып жүрген, өзі бір сол бизнесте бір жетістікке жетіп жатқан көрсетеді. Ал шын мәнісінде ол ондай бір айналысып жатқан бизнесі де жоқ. Өздерінің жаңағы шынайы емес болса да образдарын түсіріп, соны өздерін жарнамалап, жаңа қазір мұна заттар алып келіп, мынау қосымшалар арқылы сатуды үйретемін, кәсіби арқылы сатуды үйретемін деп, соның барлығын халықты тартады, қызықтырады былай айтқанда. Енді халық бұл енді көмге көп жаңағы жұмыссыз, болмаса табысы аз, тағы да қосымша табыс көзін тауып айналысқысы келеді, бұлардың көргеніне қызығып, жаңағы сабақтарына барып, болмаса жаңағы айтқан жаңағы бұлардың жалған ақпараттарына сеніп қалады. Ірі көлемде ақшалар салып жатады. Инвестициялық проект жобаға салып жатсыңдар ақшаңды, ақшаның мысалға айтса, миллион теңге салсаңдар, ай сайын 100 мың теңгесін беріп тұрамын, 2-3 айда миллион теңгеден қайтарып беремін, 2-3 айда үстінен 100 мың теңге қосып аласыңдар, 2 миллион салсаңдар, 300 мың теңге үстінен ай сайын алып тұрасыңдар, 2 айда ақшасын шығарып беремін. Сөйтіп халықты қызықтырады. Бұл айтқанда, халық адамдар соған сеніп, туыстарынан қарыз алып, болмаса жаңа кредит алып, кейбір кезде машинасын сатып,
көлігін сатып, үйін сатып, жаңағы кісілерге беріп жатады. Ал сол бұлар бастапқы өзінің берген ақшасын өзіне пайыз ретінде жаңағы инвестициялық жобаға деп салып отыр ғой, бизнеске. Бұл менде бизнестің жаңағы бұл жасап жатқан, айналысып жатқан бизнеске менде үлескер ретінде кірдім. Бұған жаңағы бастапқы кезде телефондар әкеліп сатып жатқан, Dyson дейді қазіргі, Dyson фирмасы шығарып жатқан шаш киіп тұру, жаңағы шаң сорғыштар қазіргі халықтың арасында да тұтынушылық. Соларды әкеліп жатырмын, сатып жатырмын, міне деп суреттерін көрсетіп барлығын жібереді. Ол анау оның шынайы не істеп жатқанын білмейді жаңағы. Сеніп анау өзінің берген ақшасын мынау бір айлық неңде қайтарып береді басында. Ол анау жаңағы сеніміне кіре береді солай. Келесі айда да сол өзі берген ақшасын қайтарып береді. Үшінші ай келген кезде бұл адам байланысқа шықпай қашып кетеді. Сосын жаңағы бір айтқын беріп жатқасын, екі айтқын беріп жатқасын, таныстарың болса, айт, біз осы жобаға кірсін, үлескер ретінде кірсін дейді. Сөйтіп жаңағы алданып жатқан адам өзінің туысқандарын да тарта бастайды, бұған кір деп, достарын да, жора жолдастарын да тартып кіргізіп жатады. Сөйтіп жаңағы адамдар саны көбейе береді. Сол бұлардың нелері, мақсаттары адамды көп жинап, бір мезгілде көп жинап алып, жоқ болып кеткісі келеді жаңағы аяқты. Бірақ енді кейіннен үстіне арыз жазып, заң құқық қорғау органдары құрықтап, жаңағы қылмыстық жауапқа тартып жатады, енді сотқа алып келіпсің. Бірақ халықтың жаңағы қызықты жаңағы өмірі жайлы, жаңағы адамның шетелде жүріп, жаңағы қымбат ресторандарға барып, мейрамханалардан тамақ ішіп, қымбат киімдер, көліктер киіп жүрген қызықтыратын сондай видеолар түсіріп жарнамалайды өздерін. Люкс өмір. Люкс өмір соған қызға. Сосын жаңағы қазір енді бізде де көбіне көп қазіргі сауда саттықтың барлығы көбісі кәсіби приложениясы арқылы да сатылады. Сосын Instagram арқылы да сатылады. Сондай нелер көп қой, қосымшалар. Мысалға айтып бармын да. Солар арқылы зат сатуды үйретемін дейді. Мысалы, шетелден қазір үйде отырасың дейді, онлайн түрде шетелдік жаңағы қосымшалар арқылы затты алып келіп беремін. Мысалы, Қытайдан, Турциядан, Түркияға заттарды әкеліп беремін дейді. Соны қосымша арқылы сатасың. Соның бәрін ол үйретемін дейді. Шын мәнісінде өзі ол затты сатып жүрген адам емес. Бір жерден бір курстардан оқып алған, қалай жасау керек екенін теориясын барлығын біледі, теория түрде. Ал шын мәнісінде ондай айналысып жүрген жоқ. Бір складты, бір қойманы жалдап қояды, соған бір заттар әкеліп қояды, міне біздің қойма затпен айналысып жатыр дейді. Сөйтіп жаңағы халықтың сабақ оқытамын деп тағы бір ақшасын алады. Сосын жаңағы мына инвестицияға салынды деп тағы да бір ақшасын алады. Сондай істер бар. Енді бұның өте ең қорқыныштысы, шын мәнінде кәсіппен айналысып жатқан кәсіпкерлерге кері жарнама. Мәселен, енді осы үлкен шаруалармен айналысып, мысалы қазір енді Қытаймен есігіміз, шекарамыз ашық, қазақтар мысалы шетелге тауар шығарып, немесе шетелден үлкен көлемде тауар әкеліп, сонымен сатуды жолға қоямын дейтін шын мәнінде кәсіппен айналысып жатқан азаматтарға бүгінгідей осы алаяқтықтар кедергі келтіруі мүмкін. Халық өйткені ешкімге сенбей қалады. Мәселен, сондықтан да бұл мәселені енді ара жігін ажыратып, халық шын мәнінде кәсіппен айналысып жатқандар немесе өзін алдап жүрген алаяқтар екенін қандай белгілер арқылы анықтай алады? Енді адам біріншіден бұл адамның шынымен айналысып жатқан көз жеткізу керек. Бизнеспен айналысып жатқан көз жеткізу керек. Жаңағы жай ғана складты көре салып, жаңағы қораптап тұрған көре салмай, шын мәнісінде бұл адамның өзі жаңағы жобамен айналысып, ол заттарды әкеп сатып жатқан көз жеткізіп алу керек. Көз жеткізбейді. Тексермейді. Айтқанда сеніп қалады, болды. Байқадары тек қана сөз. Енді ол үлескер болып кіргеннен кейін қасында бірге жүріп, бастапқы кезде көріп, қалай тапсырыс беріп жатсын, қалай ақшасын салып жатыр шетелге, оны кімдер сатып алып жатыр, қасында отырып көруге де болады. Ол бақылып, өйткені үлескер болып кіргесін, оның да серіктестігі болды.
көруге мүмкіндігі бар ғой. Ондайды көз жеткізбейді. Айтады, ауызша жаңағы видео бейне жазбаларға сеніп көреді, болды сонымен. Сіз дәл осындай істердің енді бір нақты мысал түрін келтіре аласыз ба? Мысалға айтатын болсақ, қазір енді бұндайдың көбісі жастар түсіп алып жатыр. Сосын үйінде бала күтімімен отқан кісілер бар. Сосын жаңа жұмыссыз жүрген кісілер бар. Яғни ақша қосымша үйде отырып ақша тапсам екен деп айналысатын. Қосымша табыс тапсам екен деп түсіп алып жатқан кісілер бар. Мысалға айтатын болсақ, бір фамилиясын айтудың қажеті жоқ шығар burada. Жоқ, мысал түрінде ғой. Мысал түрінде жас шамасы 25 жігіт жас, өзінің келіншегінің бизнесі бар, кішігірім студиясы бар, өздері келіншегі азат. Соның бизнеспен айналысып жүргеніне келіншегіме ашып бердім деп, мына жора жолдастардың бірге оқыған сыныптастары, жолдастарының таныстарын барын алдында өзін қымбат машиналар мініп, жаңағы қымбат ресторандарға бар, қымбат киімде бар, өзінің өмір салтын былай айтқанда мына үлкен бизнесте жүрген тұлға ретінде көрсетеді, табыс тауып жүрген тұлға ретінде. Шын мәнісінде ешқандай табысы да жоқ, басқасы да жоқ. Адамдардың алдында ең бастапқы кезде өзін қалыптасқан бизнесмен ретінде көрсеткісі келіп, образ басынан бастап сондай қалып келтіре бастайды. Сөйтіп жаңағы қолапқа шақырады бір жерге, 10 адам жиналып жаңағы мейрамхана қотса, жаңағы тапсырыстың ақшасын өзі төлейді. Бір жерлерге жаңағы қымбат сыйлықтар сыйлап, сөйтіп сенімдеріне кіре бастайды. Оны көрген жаңағы бұл жалғыздан 15-20 адам сөйтіп олар сене бастайды бұған. Мынау мен кәсіппен айналысып Қытайда жаңағы болмаса басқа мемлекеттерде ұялы телефондардың жаңағы құрылғыларын әкеліп сатып жатырмын. Менің қазір кәсібім Қазақстан бойынша тоқтаусыз жұмыс істеп жатырмын деп сөйтіп өзін жарнамалай бастайды. Шетелге барып, неше түрлі суреттерге түсіп, бұның бәрі ең басынан бастап өзін солай көрсетіп келеді. Бұған қарап, жаңағы айналасындағылар сене бастайды да, біз жобасын өзінің жаңағы жалған жоба ғой, былай айтқанда, жалған жобасын жарнамалай бастайды. Маған ақша салыңдар. Ақша салсаңдар, сондай пайыз аласыңдар. Сөйтіп ақша сала бастайды. Әртүрлі сомалар, үлкен 10 миллион теңгеге дейін ақша салынады. Бірнеше адам, ол бір адам өзінің туысқандарын, таныстарын тартады. Алаяқтықтың осындай істер бойынша әрдайым бір адам байтылып, бір адам барады да өзінің бүкіл таныстарын шақырады. Ол ана сол жақтағылар одан көрмейді де. Сымсыз телефон. Сымсыз телефон, былай мынаған айтылады, мынаған айтылады, сөйтіп кете беретін нәрсе ғой. Сөйтіп бірінен тізбелі түрде кете беретін нәрсе. Былай қарағанда таныстарын бәрін партнерлыққа шақырып келіңдер бар. Бір айлық ақшасын береді, 2 айлық ақшасын береді. Сөйтіп анау қызық маған айтады, сөйтіп бұлардың бәрін сондай. Содан кейін шақырып береді. Шамал жүреді. Анау ұялы телефондардың келіп атқан бір қораптардың суретін түсіріп жүреді. Міне мына ақша сенікі деп бір қомақты бір жаңағы ақшалардың суретке түсіріп жіберіп қояды. Міне мына жерде ертең екеуміз отырамыз деп жаңағы қымбат ғимараттың суреттерін жіберіп қояды. Ол анау инвестициялық табыс тауып жатырмын деп алып жатыр, ақшасын сол моментте жібереді, сол мезгілде жібереді. Анау адамның қазақ тұрмын одан сайын аша береді ғой бұлар. Тәбетін аша береді. Сурет көрген сайын адам не қиялдап әрі қарай мынау енді аз ғой, мынау алып жатқан. Мен тағы да салсам бола ма деп. Әрине болады дейді, тағы да салады. Сөйтіп жаңа қызықтырып әрі қарай кете береді. Соңында келген кезде мынау бастапқы берген адам талап ете бастайды, тоқтап қалады. 1 айлық, 2 айлық берген талап. Не болды дейді, Қытайдан зат келмей жатыр. Жаңағы Эмират, араб мемлекеттерінен тапсырыс бердім, ол жақтан келмей жатыр. Басқа жақтан шетелден, сол мысал айтылды, шетелден келмей жатыр. Итті сөйтіп
тұр заттардың барлығы тұр, тоқтап тұр. Қазір 2 ай ішінде, 3 ай ішінде деп сөйтіп созады уақытты. Сөйтеді да мына бастапқы адамды қарызын жабу үшін сөйтіп тізбе бойынша кете береді. Басқаларына ананікі мынаға бер, мынанікі мынаған бер, сөйтіп өмір сүріп жүреді. Ең соңында өзі қарызға қалай батқанын білмей қалады. Жоқ, мысалы сол азамат ақырында қолында үлкен қаражат жинады, барып расында да сол заттарды әкеліп сата бастаса да болатын еді ғой дәл. О негізі оның ниеті, түпкі ниеті онымен айналысу емес, ана ақшаны алып бас пайдасына жарату ғой. Ол ондай бизнеспен айналыспаған, ондайды көрмеген, өзі де білмейді, былай теория түрде ғана біледі. Былай айналыспаған. Қанша жылға сотталды? Бұл кісі 4 жылға сотталды. Жаңағы Бас бостандығынан айырылды. материалдық құндылықтарды кері қайырып беретін мүмкіндігі болды ма, әлде болмаса? Енді ондай мүмкіндігі болған жоқ. Бұл жаңағы айтып отқандай, бірінші алған, екінші алған, үшінші алған жәбірленушілер ана ең соңғы тізбедегі алған жәбірленушілердің ақшасынан бөліп беріп отырған. Енді қандай да бір шығындары жабылған, енді бұлардың көбісін былай айтқанда аттарында еш нәрсе жоқ, оны тәртіптеп бере салады. Не болмаса азаматтық талап қойып бергенде жаңа сот орындаушылар алып бере салатындай бұндай мүлік болмайды. Әрине сот талап арыздарын қанағаттандырады ондай жағдайда. Бірақ әрі қарай енді ол оның алдағы уақытта жұмыс істеп төлеуіне өзіне байланысты адам. Талап арызын қанағаттандырып, жәбірленушілердің пайдасына қарыз суммаларын өндіріп береді. Сонда енді бұндай қылмыстардың түрлері көп деп отырсыз ғой. Негізгі сол алаяқтық жолға барған адамның түпкі мақсаты не? Жақсы өмір сүру, біреудің ақшасын пайдалану, біреудің обалына қалу, әлде болмаса кейін әйтеуір бір мәнсіз шығады деп әрекет жасаған түрлері ме? Бұл не? Жалпы бұның қандай бір бұндайдан қалай сақтануға болады? Немесе бұның қалай былай айтқанда тоқтату жолдары бар ма? Бұны енді тоқтату жолдары осы сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы пропаганда дейді ғой. Сондай құқықтық сауаттылық жүргізу, халықтың осыған бағытталған түсіндірмелі жұмыстар жүргізу арқылы сөйтіп жаңағы жұмыстар жүргізу қажет. Сонымен қатар бұл кісілердің түпкілікті мақсатын айтатын болсақ, негізгі жаңағы айтып өткендей, ең бастапқы назар осындай жеңіл жолмен ақша табу. Өздері жұмыс істемей зауыт жап жас жігіттер, кейбірін жаңа жоғары білімділер бар. Олар адал қызметпен айналысады, бірақ осындай жолмен жеңіл бірден байып кеткісі келе ма, бірден жаңа қомақты қаржыға ие болғысы келе ма, былай айтқанда өздерінің ең соңында қандай жағдайға әкеп соғатынын ойламауға бүгінгі күнмен өмір сүру. Енді Ал жәбірленушілерді жаңағы айтып өткендей, бұл жәбірленушілерді бұлар психолог, жаңағы түсіндірме жүргізген жұмыстарын жүргізгенде жәбірленушілердің сеніміне кіріп кетеді. Жәбірленушілер айтып жатады, қалай біздің сенімізге кіріп, біз кейбір ойлап жүрген нәрсемізді осылай жасауға болады деп түсіндірген кезде, біз қалай өзіміз алдап қалғанымызды түсінбей қалдық деп жатыр. енді мықты манипуляторлар, жаңағы психологияның мықты меңгерген, негізі алаяқтардың көбі өте бір жан жақты оқып білім алған, бірақ білімін тек қана осындай бір арам, былай айтқанда адамдарға қасірет әкелетін жолға жұмсап жатқан азаматтар негізінен, бірақ солар өз білімін, білігін шын мәнінде дұрыс іске қолдана алар еді. Ал мәселен қазір енді сотталды, өміріне мысалы 4 жылғы өмірі түрменің ар жағында, темір тордың ар жағында отырады. Сонда былай қарағанда оның ұтатыны не? Шыққаннан кейін белгілі бір қаражат қала ма, соның қызығын көрем деп ойлай ма? Мәселен дегені ғой. Енді ол жаңағы сотталып кетем, соңғы нәтижесі осыған әкеледі деп ойламайды. Олардың ойы бүгінгі күнмен өмір сүрсем, мына бірінші алған жәбірленушінің ақшасын, екінші алған жәбірленушінің ана 10-шы, 15-ші кете береді ғой тізбе бойынша. Солардың ақшасын бірін-біріне жауып жүре берем, соңында бір мәнісі болады, соңында бір адам қалар, мен одан құтылармын деген сияқты ниетпен жүреді.
былай айтқанда қарыз қалғанмен бір қарыз қалып жауып жүрген сияқты болады. Ал бірақ айтқанда ол адам саны көбейген сайын жабу оңай емес пе? енді бұл жаңағы алаяқтықтың бір түрі. Енді біз бұған дейін түрлі енді интернет арқылы алаяқтықтың жаңағы айтып өткендей сақтану жолдарын білдік та. Мәселен мынау Европада менің ата бабамнан мәселен осындай бір үлкен мүлік қалды деген сияқты алданулар енді алданбайды, көзі ашылды. Одан басқа қандай түрлері бар? Мәселен қазіргі көп алдыңызға келіп отырған істердің басым бөлігінде қандай бағытта мән істерін айтып бере аласыз ба? Қазір енді алаяқтықтың бірнеше бағытта жүріп жатқан істеп түсіп жатыр. Ең жаңағы осы халықпен байланысты әлеуметтік осал топтағы адамдарға қатысты айтатын болсақ, яғни халыққа қарсы жасалған. Burada бір іс болды. Қазір енді өзіңіз белгілі, отбасы банк арқылы, не болмаса басқа да банк арқылдары екінші деңгейлік банктер арқылы несиеге үйлер алуға болады. Белгілі бір бағдарламалармен. Енді мысалға айтатын болсақ, отбасы банктің үйін алатын болса, пәтер алатын болса, жақты сомасын төлеу қажет деген сияқты. Сосын белгілі бір мерзімде депозит ашып, сол депозитке жаңағы ақша салып тұру керек. Ол адамның жаңағы несие алатын адамның өзінің табысы болу керек, ай сайын түсіп тұрған. Сонымен қатар оның зейнетақы жинағы болу керек, түсіп тұру керек. Ол да барлығы тексеріледі ғой енді. Несие төлей алатын адам ба, төлей алмайтын адам ба деген сияқты. Ал кейбір жаңағы жұмыссыз жүрген кісілер, болмаса жаңағы зейнеткерлік жасқа келіп қалған, бір белгілі бір жасқа келіп қалған, бірақ енді әрі қарай мұндай да бір қомақты табысы жоқ, айла жалақысы жаңағы пәтер алуға жеткіліксіз тұлғалар бар. Енді әртүрлі бар да. Іс болды, осыған сәйкес жарнама береді. Біз пәтер алуға көмектесеміз. Ешқандай табыс көзінсіз, ешқандай жаңағы зейнетақы жинағы бар жөніндегі деректерсіз біз несие алып береміз дейді. Бұл әрине көп адамды қызықтырады. Былай айтқанда, негізгі бұлардың жұмысы құқықтық түсіндіру, құқықтық жаңағы сопровождение дейді ғой. Сондай әрекеттер жасау болса түсінікті. Бұлар барлық жаңағы процедураны біз жасаймыз, ақшаны бізге бересің, біз өзіміз апарып саламыз, өзіміз жаңағы қай жерден барып ақша алдаймыз, сол жерден барып алып істеуім керек дейді. Бастапқы кезде бұл кісілер түсінбейді. Бұл мәселені бастапқы кезде айтпайды. Олардың жұмысы жаңағы құқықтық көмек көрсету сияқты ретінде келісімшартқа отырады. Біздің жаңағы осы қызметіміз үшін қомақты суммаларды сұрайды. Сосын біз саған әрбір ақшаны алып салған көмектескен үшін пайыз беріп отырасың дейді. Сөйтіп жаңағы кісіге келісімшартқа отырады. Бастапқы ақшасын алып алады өздерінің қызметі үшін. Сөйтіп жаңағы кісіні банкке жібереді. Ол банкке өзі барады, өзі жаңағы бір құжаттар, оған айтады жаңағы мен айтқандай жаңағы белгілі соманы алып бер, құжаттардың бәрін алып бер дейді. Сол бұларға барады, бұлар айтады, ой, burada енді міндетті түрде біз саған бізге ақша салып тұр деуі мүмкін. Біз осындай жаңағы жеке кәсіпкердің атына ақша салып тұр, сен жұмыс істеп жатқан сияқты боласың, біз сенің жаңағы айлығыңды өсірген сияқты құжат жасаймыз дейді кейбіріне айтады, барып банкке барып, екінші деңгейлі банктен барып несие алдырды. Бастапқы кезде ондай келісім болған жоқ, банк несие алдыру. Бастапқы кезде бірден жаңағы құжаттарсыз рәсімдеп беремін дегенге халық сеніп қалды. Сөйтіп жаңағы 50% ақшасын төлеу керек. Ол 50%-ке бұл кісілердің ақшасы жетпейді. Сөйтіп жаңағы екінші деңгейлі банктен ақша алдырады. Бірнеше банктен оның пайыздық жоғары ма енді? Алып саласаң, сосын кейін рефинансирование болып, біз ананың барлығын 4%, 7% деген сияқтыларға түсіп береміз дейді. 25%-тен уайымдамай ала бер дейді. Сөйтіп бұл кісі барады, бұл кісілер барады, жаңында банктен бірнеше банкте кредиттер алады да, барып отбасы банкке барып салады.
Мгм. Отбасы банкке барып салып, жаңағы ана жақтан қарыз болып кетті. Ана жақ енді тексеріп қарайды ғой енді. Қарыз бар ма жоқ па, басқа жерлерде ана жақта төлей алмай жатыр. Ана жақта да жаңағы ақша салып тұр, бірақ жаңағы төлем нелер келіспейді. Соны апарып салдырады. Ең соңында ана пәтер де жоқ. Мына жақтан кредиті өсіп кетті. Бұлардың пайдасы, анау кредит алып берген кезде өздерінің пайдасын алып қалады. Жаңағы бастапқы келген кезде алып қалды. Сөйтіп жаңағы банкке барып ақша салдырдық, консультация кеңес бердік деп солар ақшасын алып сондай жол халықтың сеніміне кіріп пайда табулардың жолдарын қарастырып жатқан кісілер де бар. Бірақ олар өздерінің жазаларын алды. Мысалы қазір енді Инстаграм желісінде тура солай көмектесеміз, шешіп береміз деген жарнамаларды мен де көремін. Алдымнан шығады мысалы Инстаграмда болсын, басқа жаңағы желілердің түрінде сіздер отбасы банкқа мысалы осындай қаражат сала аласыздар, біз сізге оны алуға міндетті түрде көрсетеміз, мен үйрен деген сияқты. Енді оларды мен банктың қызметкерлері ма деп бір мән бермеппін. Шындығында олардың ішінде де осындай пайда табушылар бар, иә, яғни халықты бұл мәселеде сақтандыру керек деген сөз ғой енді. Енді Бағлан Құтқожаұлы, сіз енді тек қана алаяқтық емес қой, енді қарап отырған істеріңіздің ішінде әртүрлі бағыттар бар. Соның ішінде енді бүгінгі күні қоғамның ең үлкен негізгі проблемаларының бірі деп айтуға болатын шығар. Ауыр істердің бірі бүгінгі мынау жас буынның белгілі бір буынның мынау есірткіге әуестенуі, соны жаңағы таратушылардың қатарының көбеюі өкінішке қарай, және сонымен бірге сол есірткіні жасайтындар және сол жұмысты үйлестіретіндердің де қылмыстық топтардың ұйымдасып жұмыс істеуі. Сондай істерді қазір сіз қарап отырсыз ба? Сіздің алдыңызда ондай істер бар ма? Сол туралы да біліп отырсақ. Енді бұл істер былай айтқанда мен өндірісінде болды, қарап та жатырық. Қазір айтып жатырмық қой жастарды. Жастар өздерінің жауапкершілігін түсінбейді. Бұл жаңағы есірткі сатса, артында жауаптылық болатынын түсінбей ма, білмей ма, әлде немқұрайлықпен қарай ма өздерінің өмірлеріне жеңіл ақша тапқысы келеді. Бұлар айтқанда ұсталған кезде қалталарынан жаңағы есірткілер шығады, жаңағы сақтаған жерлерінен есірткі шығады, телефондарын қарау жүргізеді, телефондарында жаңағы телеграм, ватсап арқылы бұлардың бір администраторлары болады, жаңағы әкімшілігі беріп отқан есірткіні беріп, бұлар енді ақшаны алып отқан, бұлар нұсқаумен жүреді кейбіреулері. Сол нұсқаулыққа сәйкес соның барлығы шығып тұрады. Не болмаса өздері сатып, өздерінің жаңағы кәсіби қосымшасы, я болмаса басқа да банктік қосымшаларына ақшалары түсіп жатқан есеп шоттарының барлығы тексеріледі. Бұлар өздерін мен сатқан жоқпын, мен кінәсізмін деп айтады. Бірақ жаңағыдай ұялы телефон қараса, ұялы телефонда телеграмда шығып тұрады. Ата анасы, я болмаса жаңағы қорғаушылар деп айтады, жоқ, біз ешқандай айналысқан жоқпыз, бұл жаңағы басқа жақтан жаңағы провокация болды деп құқық қорғауының, болмаса жаңағы бұл сату мақсатынсыз өзінің пайдалану үшін деп жатады. Бірақ дәлелдемелер керісінше көрсетіп жатады. Яғни оның сақтау мақсатта немесе сатып жүргенін дәлелдеп жатады. Мысал айтатын болсақ, ұялы телефонын қаралады. Ұялы телефонына қарау жүргізген кезде телеграмда осындай затты осындай жерге апарып бер. Ол осындай кезде мына жерде сап тұрады, сен алып мына мекенжайға апарып таста деген. Ол енді ана жақта нұсқаушысы беріп тұр. Яғни оны қарасақ, есеп шотын тексеріп қарасақ, есеп шотына ақшалар түсіп отыр. Бұл жаңағы сонымен қатар жоғары соттың түсіндірмесі бар. Егер де есірткі немесе психотроптық заттар бөлшектеніп орамға оралып, немесе бұнымен қатар таразылар табылып, тағы да жаңағы сатуға пайымдауға негіз болады басқа да заттар болса, бұны сату мақсатында сатады, немесе сатылды деп есептеу қажет. Бұлардың көбісі жаңағыдай сатылуға дайындалып тұрады заттардың барлығы. Орамға оралып, 20, 30, 40 орам, одан да көп орамдар оралып тұрады. Сонымен қатар тағы да қосымша орам орайтын полиэтиленді пакетте жаңағыдай изоленттер қосымша шығып жатады. Енді адам жеке басына пайдалану үшін ондай қосымшаларды алып жүрмейді. Бірнеше жаңағы 10, 15, 20 орам есірткі затын салып жүріп, психотроптық зат салып жүру бір адамға көп қылады ғой, мысалы тұтыну үшін. Әрине бұның барлығы сату екенін білдіріп, біз жаңағыдай сату мақсатында сатады немесе сатты деп жатамыз.
яғни кездейсоқ жай ғана бір адамның қасында тұрып, соның қасында болдым, мен ешқандай қатысым кінәм жоқ деген Ондай. әңгіменің бәрі бекер. Оның бәрі бекер. Ұялы телефон жаңағыдай айтқандай қарау жүргізіледі, барлық дәлелдемелер жан-жақты зерттеледі, ол адамның қатысы бар ма жоқ па, оның одан бөлек жаңағы одан алынған есірткілер, жаңағы дәлелдемелер басқа да, ол заңды түрде алынды ма, оның барлығы тексеріліп баға беріледі. Осы күнге дейін осы істердің көбісі қазір алқабилердің де қатысуымен барады. Алқабилердің енді сот процесіндегі рөлі сіздің ойыңызша Қазақстанда қазір қандай баға беретін деңгейде? Біздің енді алқабилеріміз сыртта жүрген, басқа салада жүрген азаматтар, бірақ енді сотқа келіп, судьяға көмекші жаңағы құрам болып жұмыс істегеннен кейін, олардың енді мойнына судьяға тән үлкен жауапкершілік артады. Өйткені олардың былай айтқанда соңғы шешімдері, солардың ұйғарымдары осы процеске әсер етеді. Сондықтан да енді біздің қазіргі таңда осы алқабилерінің құрамына қатысып жүрген азаматтарымыздың дайындық деңгейіне қандай баға бересіз? Өзіңіз сондай істер қарадыңыз ба? Иә, алқабилердің қатысуымен істер қарадым. Burada алқабилердің маңызы өте орасан зор. Бұл халықтың арасынан сайланған бір істі қарау барысында халықтың арасынан сайланған сот әділдігін жүргізуге бағытталған тұлғалар. Алқабилердің қатысуымен қараған кезде істеді алқабилер өздері көздерін жеткізіп жатады бар кез. Шынымен де бұл адамның есепкі затын сатқаны немесе сақтау үшін бұны өзімен бірге алып жүрген. Яғни соттың дейміз жай қарапайым халықтың арасына тағайындалған алқабилердің де көзі жетіп жатыр. Яғни жаңа айтып отырмық қой, бұл адамның ұялы телефон қарауы алқабилерге де көрсетеді. Міне жаңағы жазбалары, SMS жазбалары бірін-бірімен. Оның жаңағы бір әкімшісі болады, әкімшісі болған есірткі заттарды жібереді, болмаса жаңағы біреумен жаңағы сатып алушы бар ғой, енді ол сатып алушының арасындағы жаңағы сөйлесімдер бар, олар тыңдалуы мүмкін, немесе жаңағы SMS жазбалар қалып қалуы мүмкін. Сонымен қатар олар есірткі затын тыққан жерін суретке түсіріп алады, сөйтіп жаңағы координатын жазады. Қазір бізде жаңағы электрондық карталар көп қой, сол жерден автомат түрде салған жерін координат шығады. Сол координат суретпен бірге тыққан жерін суретке түсіреді, сөйтіп жаңағы сатып алушыға болмаса қолмен дәлелдерді қалдырып, дәлелдерді іздеп координат шығып тұрады. Дәл сол координаттан есірткі зат алуы мүмкін. Өздері суретке түсіріп, жаңағы тапсырыс берген адамға жібереді, немесе өзінен жоғары тұрған әкімшісіне жібереді, міне осы жерге қойдым деп. Ол әрі қарай жаңағы тапсырыс берген адамға жібереді. Суреттермен сосын жаңағыдай ақшауларыңыздары бар. Енді менде мынандай сұрақ. Енді есірткі таратушы мынау жастардың қатары әлі азаймай отыр. Енді ондай істер әлі күнге дейін ол процестер жүруде. Енді ол жастарды әрине бір жұмыссыздық болуы мүмкін, ақшаның жетіспеушілігі, жаңағы тез ақша тауып баю деген ойлар болуы мүмкін, бірақ олардың барлығы қай-қайсысы да ертең осылай сотталып кететін, өмірінен нүкте қойылатынын, енді қазіргі таңдағы жаңағы заңнама бойынша кем дегенде 7 жылға бас бостандығынан айырылатынын түсінбей ме? Өзінің өміріне жеңілдікпен қарайды. Бір рет саттым, екіншісінде де дәл сондай ұсталмауы мүмкін деп ойлайды. Бұлардың жаңағы бізде енді құқық қорғау органдары жұмыс істеп жатыр ғой. Бір рет байқалмай қалуы мүмкін, екінші рет байқалмау, үшіншісін міндетті түрде ұсталынатын бұлар. Немқұрайлықпен қарайды. Өзінің өміріне ешқандай жауапкершіліктің болмаса кейбір жаңағы алданып қалуы мүмкін, оңай ақша жауға, ақша табу. Былай қарасақ, жаңағы бірінші айтқан алаяқтықта да, қазір екінші мысалы талдарып отырған есірткіде де бір үлкен ұқсастық бар. Адамдардың тез баюға, тез ақша табуға деген ұмтылысы. Ауыр жұмыс істемей, жеңіл жолмен табу. Бір күнде қомақты ақшаға тап бола қалу. Еңбексіз келген ақшаның ол енді берекесі жоқ екенін, оның ертең артынан зардабы болатынын соншалықты түсінбей ме, білмей ме? Енді біз мысалы заңгерлер қауымы, мысалы енді
өзіңіз тәжірибелі білікті судья ретінде қандай кеңес бересіз? Осындай қылмысқа барғалы тұрған, ойланып тұрғанда көрерменіміз болуы мүмкін біздің арамызда. Менің айтарым, ата анаға айтарым, балдарын жүріс тұрсын, немен айналысып жатқанын, оның жаңағы араласатын ортасын барлығын қадағалау қажет. Қазір заман соны талап етеді. Бұрын балдар өзімен өзі өсіп, өзі қоғам сондай еді ғой, тәрбиелі бала береді. Қазір ондай емес. Қоғамда бізде былай айтқанда қызықтыратын нәрселер көп. Қазір өмір дамып жатыр бізде. Қымбат телефондар, қымбат машиналар бірін-бірімен. Ол жастарды еліктейді. Сол еліктеулердің нәтижесі осыған да келіп соғуы мүмкін. Сосын бұл азаматтарға да айтарым, көрермендер болса да айтарым, бұның әрбір соңында нәтижесінде егер қылмыс жасалған болса, ол құрықталып ертең жауаптылыққа тартылуы мүмкін. Сондай жағдайға бармас үшін адал өмір сүру керек. Бұның емі тек қана адал өмір. Балдан былай айтқанда өзімен өзі өскен балдар кейбіреулер. Ата-анасы басқа қалаға оқуға жібереді, болмаса жаңағы жұмыс істемеуге кеттім дейді. Әрі қарай не істеп жатқанын білмейді. Енді бәріміз де кезінде солай өстік қой, енді бәріміз де оқуға бардық. Бірақ енді өзімізге жауап беру деген мәселе болды ғой, жауапкершілік арту. Дәл қазір енді балалар деген көздері ашық, оқыған, көп нәрсенің мәнісіне баратын жастар. Біздің жастарымыз сауатсыз деп айта алмаймыз. Еліктеушілер көп, айналасында арандатушылар да көп қой. Жаңағыдай, қазір не бар бізде? Сот ұялы телефон бар. Барлығымызда ұялы телефоннан жаңағы хабарламалар келуі мүмкін. Осындай жұмыс бар деп. Мысалы, Телеграм, ол Қазақстанда отыр ма, басқа шетелде отыр ма білмейміз. Хабарлама деп, осындай жұмыс бар дейді. Қандай жұмыс? Мынандай жұмыс, ақша таба аласың дейді. Сондай қызықтыратындар да бар. Жора-жор араласатын ортасынан да үгіт насихат жүруі мүмкін. Осындай бір күнде апарып қойсаң 5.000 теңге тайдатып аласың, 2-3 жерге апарсаң 20.000 теңге табасың. 2 сағаттың ішінде қой. Сонымен бірге сіз кісі өліміне апарған істерді де қарап жүргеніңізді білеміз. Мәселен, әсіресе мынау енді бүгінгі түнде азаматтық неке деген некеге бой алдырып, ресми түрде некеге тұрмаған азаматтардың арасында кей кездерде осындай тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғалары және өзі кісі өліміне апарған оқиғалар болған істерді қарап жүрсіз. Бүгінгі күні ондай істерге қандай баға бересіз? Әрине ондай істер бар. Былай айтқанда азаматтық некеде тұрып, бірін-бірімен жанжалдасып, бірін-біріне жаңағы ауыр дене жарақат салып жатқан істер бар. Ондай істер қарап жатырмыз. Бұл енді ондай бірін-біріне деген жауапкершіліктің жоқтығы араларында жаңағы азаматтық некеге қатысты айтып жатқанмын ғой, кейбір істер мен өзім қараған істер бойынша бірін-біріне ешқандай ерлі-зайыптылық жауапкершілік жоқ. Сосын олар жас кезінде қосылған, кейін қосылған азаматтар ешқандай бірін-біріне жанаушылық болмайды. Спирттік ішімдігін ішіп отырып, жанжалдасып, бірін-бірін шаттап тастайды, ұрып тастайды. Ондай істер бар. Бұдан басқа да жаңағыдай орта дене жарақатын салу, жеңіл дене жарақатында істер бар, қарап жатырмыз. Бағлан Құттықожаұлы, сіз енді көп жылдан бері түрлі қылмыстық істерді қарап отырған, азаматтардың түрлі жағдайда алдыңызға келген көріп, куә болып жүрген, шын мәнінде сотталып жатқан, өзіміздің енді халқымызды көріп отырсыз. Жалпы картинаны негізінен білесіз. Өзіңіз енді судья ретінде, азамат ретінде біздің бүгінгі күнгі қылмыс әлемінің бағасын қалай көресіз? Және біз осындай қылмыстарды азайту үшін қандай әрекеттерге баруымыз керек? Қоғамға немен көмектесе аламыз? Заңның үстемдігін құру үшін сіздердің судьялар қауымының бұл жерде қандай бізге айтатын кеңесі болады? Әрі қарай болдырмау үшін ең біріншіде халықтың өзі жаңағыдай жарнамаларға сенбей, ешқандай жаңағы біреудің айтқанына алдап арбауына көнбей, алаяқтық сипаттағы іс-әрекет жасап жүрген азаматтарға ақша бермей, өзінің бір күнін сақтап қалсын.
ал жаңағы оңай жолмен ешқандай табыс жоқ. Барлығы тек өзіңіз айтқанда қажырлы еңбектің арқасында келеді. Жеңіл ақша жоқ. Сондықтан айтарым, адал өмір сүру керек. Білім алып, қажырлы еңбек ету керек. Ол қай жағдай болса да, адамның сана сезімі сондай болса, ешкімге де алданбайды, және де есірткі сату, я болмаса басқа да қылмыстарға бармас еді. Әрбір нәрсенің артында жауапкершілік бар екенін түсіну, ұғыну керек. Өте жақсы сұхбат болды деп санаймын. Бағлан Құттықожаұлы, енді болашақта да біздің студиямызда сізді көргіміз келеді. Сіздің енді әртүрлі мынау өмірден түйгендеріңіз бар, қазір қарап отырған істеріңіз бар. Оның ішінде бөлісетін де ой бар. Басқа да әріптестеріңізге де пікір алаңында бөлісе отырып, талдайтын дүниелер бар деп ойлаймын. Сондықтан да бізге енді тағы да қош келдіңіз. Әрі қарай да болашақта сізді бағдарламамыздан көргіміз келеді деген ұсынысымызды білдіре отырып, бағдарламамызды аяқтағымыз келеді. Шын мәнінде әрбір адамның өзінің жеке өміріне жауапкершілікпен қарауы, өзінің тапқан табысының тазалығына мән беруі, оның былай айтқанда заңның алдында да, өзінің өмірінің алдында да тазалыққа апаратын үлкен бір мүмкіндігі. Сондықтан да бәріміз өзімізге өзіміз бірінші кезекте жауапкершілікпен қараған кезде қоғамның да салмағы, жүгі, қиыншылықтары азаяды болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі көріскенше аман болыңыздар.